Алашордалықтар қызыққан Жапон мемлекеті. Достар, көпсіңіз білетін шығарсыздар, өз заманда алашордалықтар шынымен де Жапония сияқты мықты мемлекет құрғысы келген болатын. Жалпы ойланып қарап отырсақ, Жапонияны басқа елдерден ерекшелейтін не? Әрине, ол олардың тазалығы және табиғаттың тазалығына деген мән берушіліктері. Шынымен де ағайын, дәл сол жапондардың тазалығы негізі біздің елге де берілсе ғой деп тілеймін да. Жапондар ешқашан өзінің артын қоқысқа толтырмайды, ешқашан да өзінің артынан қоқыс қалдырмайды, арттарын әрқашан жинап жүреді. Біз, ағайын, олардан еш кем емеспіз. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтады әрдайым, табиғаттың тазалығына мән беріңдер деп. Мысалға, сол кісінің бастауымен былтыр ғой деймін қателеспесем, Таза Қазақстан атты акция басталды, және Тоқаев бүкіл әкімдерге айтты, бұл тек бір күндік қана акция болмай, күнделікті акция болсын деді, және сол акцияның арқасында 9 миллион адам, ағайын, осы Таза Қазақстан акциясына қатысқан екен, 1,5 миллион тоннаға жуық қоқыс шығарылған ғой табиғаттан. Бұл не деген сұмдық, ағайын. 1,5 миллион тонна деген ол әлі бер жағы ғой, осы акциямен жасалып жатқан дүниеде, және 2 миллион 800-ге жуық тал отырғызған осы акцияның арқасында. Енді менің ойым, ағайын, анау-мынау дей бермей, осы акцияны барлығымыз қолдап, Таза Қазақстан үшін бәріміз бірге жұмыс істейікші. Аман болайық.